Барлықтарына сәлем балапандар, сендерді өзімнің YouTube каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын және де сендерге ескертіп айтамын. Менің каналымда аптасына 2 видео шығады. Бір теория, бір тест талдау. Так что обязательно өздерің биолог достарына менің каналымның бар екенін айтыңдар. Осылай біз общий Қазақстандағы білімнің дамуына үлес қосатын боламыз. Ендеше бүгін бізде нұсқа талдау бастаймыз. Сонымен бірінші сұрақ. Қызанақтың қызыл түсі сары түстен басым дейді. Получается, қызыл түс бізде доминантты деген сөз, ал сары түс бізде рецессивті деген сөз. Гомозиготалы қызыл қызанақ пен гомозиготалы сары қызанақтан пайда болған ұрпақтың фенотипі дейді. Гомозиготалы дегеніміз екеуі де бірдей деген сөз. Получается, қызанақтың қызыл түсінің гені осындай болады, сары түсінің гені осындай болады. Осыларды бір-бірімен шағылыстыратын болсақ, бізде мынандай ұрпақ пайда болады. Біркелкі қызыл түсті. Вот. Так что 100% қызыл түсті деп белгілейміз. Но енді бұл фенотипін айтып тұр бізге сыртқы көрінісін. Вот. Аналық жасушадан 4 жас жасушаның түзілу үдерісі, бірінші бір сөзге назар аударайық, аналық жасушадан дейді. Получается, бұл уже жыныс жасушасы деген сөз. Ал жыныс жасушалардың бөліну үдерісі бізде мейоз деп аталады. Так, зәрдің кері сорылу процесін ағза үшін маңыздылығы. Так, реабсорбция деген сөз, зәрдің кері сорылуы. Бұл бізде ағзаны сусызданудан сақтау деген сөз. Ағзаны сусызданудан сақтау. Яғни 90% бүкіл шығып кеткен, бірінші реттік зәрге шығып кеткен заттың бәрі қайтадан қанға оралады деген сөз. Төртінші сұрақ. Нефрон қабырғасының маңызды қызметі. Нефрон дегеніміз бізде бүйректің функционалдық бірлігі еді, Так что ол бізде қанды тазарту қызметін атқарады. Қанды тазарту арқылы зәрді сүзіп алады. Номер 5-ші сұрақ. Мышықтан атқаратын қызметі дейді. Но мышық бізде тепе-теңдікке жауап береді. И біз бұны, наверное, бәріміз білеміз, Дальше кеттік. 6-шы сұрақ. Жартылай сақиналы шеміршектен тұратын мүше. Бұл бізде болады кеңірдек. Кеңірдек бізде мына бір жақта орналасады, прям өңештің алдыңғы жағында, және ол бізде жартылай сақиналардан тұратын болады. Санаулықтан жануарға тән белгісі дейді. Хлоропластар болмайды. Вот, қалған белгісінің барлығы бізде өсімдіктерге тән. Бейтараптық қарым-қатынас түрі. Так, бейтараптық қарым-қатынас түрі, когда ешқашан бір-біріне не пайда келмейді, Бұл бізде Д варианты болады. Тиін мен бұландардың бір орманда мекен деуі. ДНК-ның құрамында болатын элемент. ДНК-ның құрамында бізде фосфор болады. Өйткені ДНК бізде 3 түрлі заттан тұрады. Фосфор қышқылының қалдығы, азоттық негіз, бескөміртекті қант, потом азоттық негіз, например, аденин деген тәрізді, вот аденин деген тәрізді. Хорошо. Өсімдіктерде қорға жиналатын полисахарид. Оларда жинақталады бізде крахмал. Адамның ұрықтану процесі жүретін мүше бізде болады жатыр түтігі. Именно жатыр түтігінде жұмыртқа жасушасы. Мынау бізде аналық без болатын болса, мынау жатыр түтігі, маточная трубка, дальше бізде мынақта жатыр кетеді, Осы жақта жұмыртқа жасушасы пайда болады, кіріп келген сперматозоид осы жаққа бетіп барады, именно осы жақта ұрықтану процесі оларда басталады. Ер адамда дауыстың жуандауын қалыптастыратын гормон бізде болады тестостерон. Тестостерон ер адамдарда екінші реттік жыныстық белгілердің қалыптасуын реттейді. Вот так. Нейронның қысқа тармақталған өсінділері дендрит, ұзын тармақталған өсіндісі аксон. Альвеолалардың сыртын қаптайтын қан тамырлар бізде аталады капиллярлар. Альвеола дегеніміз бізде өкпенің көпіршіктері, міне дәл осындай болады. И сыртын өте көп капиллярлар қаптайды. Капиллярлардың қызметі ол газ алмастыру, қоректік заттарын сынуға да алуда. Сондықтан альвеолаларда бізде газ алмасу болатындықтан олардың сыртын капиллярлар қаптайды. Фермент белсенділігін арттыратын зат бізде аталады активатор. Активатор ферменттің белсенділігіне қатысады. Арттырады точнее. Антагонист бұлшықеттер. Антагонист дегеніміз бір-біріне қарама-қарсы атқаратын қызмет атқаратын бұлшықеттер. Мысалға бицепс пен трицепс. Бицепс жиылған кезде қол бүгіледі, трицепс жиылған кезде қол жазылады. Дәл осына екі қарама-қарсы бұлшықетпен біздің бүкіл қаңқамыздың бұлшықеттері тұрады солай. Соны арқасында біз қимылдаймыз. Жоғары құрылымды белгілеріне байланысты жер бетіне кеңінен тараған өсімдіктер
бізде гүлді өсімдіктер болып саналады. Гүлді өсімдіктер эволюцияның ең пик деп айтады ғой, ең шыны, одан басқа өсімдіктер тарамаған. Гүлді өсімдіктер бүкіл жерде бар просто. Жапырақта түзілген органикалық заттардың барлық мүшелерге таралуын қамтамасыз етеді. Бізде сүзгілі түтіктер. Сүзгілі түтіктердің екінші атауы бізде балапандар, ол флоэма болады. Органикалық заттар дегеніміз вот осылар. Адамның ішінде микрофлораның шіріту әрекетін бәсеңдетеді, токсиндік заттарды сыртқа шығарылуын жағдай туғызады дейді. Бұл бізде пектинді заттар. Пектинді заттар бізде осындай полисахарид. Полисахаридтің түрі адамның ішегінің несіне микрофлорасына көмектеседі. Суретте берген ұлпаның түрі. Так, давайте қарайық. Мына бір ұлпа менде фотосинтездеуші ұлпа. Яғни ол негізгі ұлпа. Фотосинтездеуші ұлпа. Фотосинтездеуші ұлпа. Неліктен? Өйткені мен яқта бағаналы жасушалар көріп тұрмын, борпылдағы жасушалар көріп тұрмын. Ал мынау менде түзуші ұлпа. Түзуші ұлпа всегда өсу меристемасында осылай орналасады. Как, не знаю, там, бұқа тәрізді ма. Так, давайте осы вариант тауып алайық. Ортасы пока что түсініксіз деп ойлаңдар өздерің үшін. Түзуші и фотосинтездеуші. Мына бір вариант болады. Қалған жақтарда ондай зат жоқ. Вот. Ортасы бізде жабын болады. Ағаштың несін білдіріп тұрғандай, как-то қыртысын білдіріп тұрғандай. Хорошо, дальше кетті. Контекст сұрақтары дейді. Ол бізде А және С дәрумендерінен алыпты. А және С дәрумендері ағза үшін өте маңызды. С дәрумені тәуліктік мөлшері ең көп дәрумен. Аскорбин қышқылы ағзада антиденелерді синтезейтін ферменттер құрамына кіреді және сүйек пен тіске берікті қасиет береді. Ал ретинолдың маңыздылығы көздің қасан қабығын қалпына келтіріп, ымыртта жақсы көруді қамтамасыз етеді. Егер ағзада ретинол жетіспесе, көздің көруі нашарлайды. Ағзада А дәрумені негіздеуші Ағзада А дәрумен негіздеуші өсімдіктекті тамақтарда болатын пигмент каротин болып табылады дейді. Жақсы контекст сұрақ. Ең біріншіден, ас қорыту тақырыбында анатомияда өтілетін сендерде витаминдердің екінші атауларын жақсы білу керексіңдер. Вот. Витаминдердің екінші атауы болады, күніне беретін миллиграмдары болады, қандай тамақтарда кездеседі. Дәл осы маңызды нәрселер өте көп ОБТ-да кездесетін сұрақтар. Так что вот осы сұрақтар жатқа біліңдер. Ретинол деп айтып жатқан бағана ол А дәрумен деген сөз. Аскорбин ол С витамин екінші атауы. Каротин дегеніміз ол қызыл сарғыш пигмент деген сөз. Вот видите? Вот. Ағзада ретинол жетіспеуінен туындайды. Яғни А витамин жетіспеуінен туындайды бізде ақшам соқыр деген ауру. Өйткені ақшам соқыр деген ауру ол бізде қараңғыда ымыртта дұрыс көрмейді адам. Вот сондай. Тәуліктік мөлшері ең көп дәрумен ол бізде аскорбин қышқылы, яғни С витамині. Ағзадағы аскорбин қышқылының маңыздылығы жұқпалы ауруларға қарсы тұруын арттырады. Неліктен олай? Өйткені жаңа ғана біз контекст сұрақта ол антиденелерді түзуге қатысады деген затты оқыдық. Вот так. Дальше кеттік. Қасан қабықты қалпына келтіріп, көруді жақсарту үшін тұтынады дейді. Варианттар бойынша бұл бізде Е болады. Сәбіз, итмұрын және де асқабақ. Өйткені бағана контекст сұрақтарында бізде айтты ретинол деп. Ретинол бізде каротиноид деген пигменттерде кездеседі деп айтты. Но мен жазу өте ыңғайсыз балапандар. Sorry безебет. Каротиноид деп атайды. Каротиноид дегеніміз мен бағана айтқандай қызғыл, сарғыш пигменттер. Ол бізде сәбізді көз алдыларына елестетіндер, биологтар ол көз алдыларына елестетіп ол бірексін. Итмұрын, шиповник, асқабақты елестетіндер. Отосының құрамында бізде өте көп каротин болады. Каротин. Каротин пигментті А дәруменіне бізде айналады ретинолға, именно бауыр жасушаларында. Бауыр жасушасы именно осының синтезіне жауап береді екен. Вот көрдіңдер ма, просто сендерге контекст берілді. Плюс-минус информация берілді. Егер сендер толығымен білмейтін болсаңдар осы сұрақты, то 3 балл максимум алатын ендер, а барлығын білсеңдер плюс 5 балл кететін ендер. И прикиньте, сол балл сенің грантқа түсуіне ықпалын тигізеді. Вот так, что биологияны жаттай салу, теспен дайындалу, сливпен дайындалу деген ол мүлде дұрыс емес балапандар.
мүлде дұрыс емес. Но егер де сендер просто так универге для галочки түсетін болсаңдар да, например, просто грант үшін түсетін болсаңдар, там оқымайтын болсаңдар, то окей, я не осуждаю. Но егер де сен болашақ мұғалім болсаң, психолог болсаң, дәрігер болсаң, то өзінде осы информацияны қабылдау, оны сортировать ету, түсіну, түсіндіре алуды дамыту керексің. Вот ұбт қиын деген сияқты қарамай, кішкене осы қасиеттерін дамытып жатырмын деп қарасан, maybe саған оңай болады, иә? Тамыр сабақпен көбейетін өсімдік, немесе өсімдіктер дейді. Варианттар бойынша қарайтын болсам, бұл жақта менде тек інжугүл болады екен. Қалған варианттар болмайды. Келесі сұрақ, гендік мутацияның түрлері. Гендік мутацияның түрлері, мына бір варианттар бойынша қарайтын болсақ, басыңқы, рецессивті, доминантты деген сөз, доминантты, басылыңқы рецессивті және де жартылай доминантты болады. Ұлу қабырғасына қаттылық беретін элементтер. Олар біз екеу, кальций и фосфор болады. Не только ұлу қабырғасына, сонымен қатар тіске. Так, балапандар, егер де сендер қазір осы тест талдаудан, новый бір зат біліп жатсаңдар, то, пожалуйста, комментарийға маған білдіріп кетіңдер, мне будет очень приятно. Но еще дәптерлерінен жазып алыңдар. Білмеген сұрағынды жазатын болсам, плюс 1 балл аласың. Ал егер де білмеген сұрағынды, есіме сақтаймын деп кетіп қалатын болсаң, минус 2 баллға кетесің. Бұл ұбт-ның заңдылығы. Мен білемін. Так что жазып отырыңдар. Обязательно. И маған комментарий тоже. Хорошо. Шала түрленіп дамитын ағзалар деді. Олар бізде болады бит, дәуіт и шегіртке болады. Тура дамитын ағзалардың бәрі ұшатын болады. Ұшат, толық түрленіп дамитынша ұшады. Так что ұшпайтындардың барлығы бізде шала түрленіп дамиды. Осы лайфхак. Вот. Соңғы 30-шы сұрақ бізде жыныспен тіркес тұқым қылатын аурулар дейді. Варианттар бойынша бұл менде болады кемақыл, бауыр циррозы и рахит болады. Вот, к сожалению, балапандар, мен сендерге бүгін 30 сұрақ дайындап келдім. Ұмытып кеттім, что ұбт базасы 35 сұрақтан тұратын, 30 сұрақ деп ойлап, не знаю почему, но сендерге пайдалы болды деген үміттемін. Тағы да қайталап айтамын. Егер де менің YouTube каналым сендерге пайдалы болып жатса, өздерінің биолог достарына таратыңдар. Дәл осылай біз сендермен Қазақстанның білім деңгейін көтеретін боламыз. Ал егер де жақсылықпен бөлісетін болсақ, ол бізге қайтып келеді. Есіре сақтаңдар, апта сайын менің каналымда 2 рет видео шығады, аптасына 2 рет. Жіберіп болмаңдар. Всем пока!